Бәріңізге қайырлы күн болсын. Египеттегі Шарм-эль-Шейхтағы 3-ші күніміз. Бұйырса, бүгінгі 3-ші күнімізде қызықты болады деген ойдамыз. Бүгін экскурсия, Шарм-эль-Шейх қаласын көреміз. Барлығын сіздерге көрсетуге тырысамын, барымша, максималды түрде. Ал сіздер оған дейін, егер менің видеоларым ұнап жатырса, каналға тіркеліп, колокольчикті басып, достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер. Шарм қаласына баратын боламыз. Бісміллә, ем болсын. Туристерден ақшасын алу. Дәл осы жерден кетеді де, Каирдың орталық көшесіне дейін апарады. Шарм қаласының өзіне экскурсияға барамыз. Күшті бір мешітті көрсетеміз деді. Содан соң май зауытына барамыз деді. Экскурсия қалай болады, барлығын көрсететін боламын бұйырса. Қазір таңғы ас ішіп алдық. Енді гид келеді қазір ала болса. Содан соң Шарм қаласына баратын боламыз. Бізді турға апаратын автобус уақытында келді. Автобусқа мініп, Шарм қаласына жолға шықтық. Бұл тегін экскурсия. Бұндай экскурсияға келмеген дұрыс болады. Себебін соңына қарай айтамын. Негізі осындай отельдегі гидтар өтірікті жаман айтады. Егер сіздерге тек бізбен тур алыңыз, немесе басқа жақтан тур алып, бірдеңе болып қалса, страховка жасамайды деген сияқты өтірік әңгімелерді ұйықтатады. Олардың барлығы өтірік әңгіме. Бар ойы сіздерге турды қымбатырақ сату. Ең бірінші тоқтаған жеріміз осындай шіркеу. 80%, 85% мұсылмандар болса, 15-20% осы христиандар екен. Содан соң негізгі түпкі халқы христиандар болған екен. Содан соң ислам келгеннен кейін оларды азайып, олар қазір 15%-ға сондайға түсіп қалған екен. Сондықтан бірінші біздің тоқтаған жеріміз осындай шіркеу. Қатты қызық емес енді шіркеуге кіруге, бірақ бұрынғы түркі халықтары Мысыр елінде христиан болды деген соң кішкене интерес болып келе жатырмыз. Кейбір ашық киінген адамдар да осылай ұзын киім кигізіп қойды. Египтегі шіркеудің ішінде библиялары араб тілінде жазылған. Былай қарағанда Құран деп ойлап қалуы мүмкін, бірақ Құран емес, библиялар. Келесі барған жеріміз мешіт. Екінші келген жеріміз бұл мешіт. Мешітке келдік. Бұл жаңадан салынған екен. 2002 жыл ғана салынған, 22 жыл ғана болған екен. Негізінен басында гид бізге Шарм қаласындағы ең әдемі мешітті көрсетеміз деп, осы мешіттің фотосын көрсеткен болатын. Ал біз келген мешіт мүлдем басқа болып шықты. Осы жерден бастап уже ойлай бастадым. Бұл жерде бір гәп бар деп. Айта кетейін, осы мешіт шын мәнінде Шарм қаласындағы ең әдемі мықты мешіт және ескі қаланың орталығында орналасқан. Оған алдағы видеоларда толық обзор жасайтын боламын. Тіпті мен ішіне де кіріп көрген болатын. Шын мәнінде керемет мешіт.
Не десек те мешіттердің барлығы да әдемі ғой. Дегенмен де мына гидтардың өтірік айтқандары дұрыс болмады. Осы банағы әдемі кадрдың авторы менің Ерік деген бажам. Мен ғой. Мешіттен соң турдың ең арам пиғылдары басталды. Біздерді өздерінің дүкендеріне әкелді. Бірінші майларын сатты. Сол майлары бәрін емдейді екен. Тіпті сөздеріне сеніп, ойлайсың, алсам ба екен деп. Бұндай майлар пайдалы болса пайдалы болар, Құдай білсін. Бірақ бағалары енді өте қымбат. Артынан білдім, мұндай майларды базар жақта, яғни қаланың орта жағында 2 есе арзан сатып алуға болады. Пожалуйста, не тянем время. Очень мало его. Этот мин. Пока этот мин. Говорила пока о нем, даю пока его. Бисмилlah, ем болсын. Это пока еще. Это идеально. Так, су қайда біздің? Су қайда су? Осындай жерге келсеңіз, майды ішіп жіберетін су ала келіңіз. Тегін лайфхак менен сізге. Парфюмері жерге келдік. Майдан шығып ис суға кірдік. Бұл жерде де әңгіменің барлығы дәл сондай. Хотите получить более лучший эффект? Более лучший эффект. Ну вот ради примера я... Тур анау дейді, бірақ шын мәніне келгенде бұл жерде туристерден ақша сындырып қалу. Өте арзан дүниелерді қатты қымбат еселетіп, қымбат етіп сатады. Бұл жерде гидпен мына фирмалардың арасында керемет байланыс бар. Яғни гидтар адамдарды алып келеді, біз сияқты туристерді. Туристер ақша қалдырады осындай магазиндерде, а магазиндер өздерінің проценттерін береді. $100 жойса, 10%-ін береді, $10 береді деген сияқты. Бұл жердің системасы сондай. Ал туристерді қалай айырады десек, мына мойындағы қызғыл бейджиктен. Кейбір сатып алушылар болды біздің қасымызда. Солардан бейджик нөмірін сұрап жатты. Я солай әр гид өзінің процентін алып отырады. Жатқан бизнес. Тағы бір төмендегі дүкені ол естеліктер сататын жер. Бағалары бана айтқандағыдай 2 есе қымбат. Қала ортасынан дәл осындай заттардың барлығын 2, кей жерлерде 3 есе арзан табуға болады. Мына $12, мына $7. Мына фараондар $12. Шаналар әрине бұл жерде қымбат болады. Кім кеңес берген? Тәрекелер $14. Бұл дүкендерден шығып, соңғы точкамызға жолға шықтық. Бұл жерде де дәл сондай система. Бірақ бұл жердің маған жақсы болғаны Каир қаласына жүретін автобус станциясының жақын болуы. Туристердің барлығы магазинге кірген кезде мен автовокзалға жүгіріп барып келдім. Автобустар Каирға осы жерде жүреді. Бұл бас ориентирно 3-1-ті поликлиника. Автовокзалына келіп, барлық ақпаратты біліп алдым. Осы ағай барлығын айтып, жазып, барлығын түсіндіріп берді. Thank you. Ассаламалейкум. Thank you, bro. Бүгін мына қаладағы турға келгенім жақсы болды. Біздің тәтті деген үшінші ма, ең соңғы ма остановкамыз осы Go Bus-тың қасында болды. Яғни автобус станциясының қасында болды. Жаңа сұрап алдым адамдардан. Бұл жерде
3 уақытпен жүреді. Дәл осы жерден кетеді де Каирдың орталық көшесіне дейін апарады. Каирдан бері қарай келген кезде 14:45-те және екіншісі түнгі 1:15-те. 1:15-тегі автобуспен келуге болады. Өте ыңғайлы екен уақыттары. Және ценасын айта кетейін. Егер сіз турмен барсаңыз $50-45 төлейсіз. Ал егер сіздер осылай жергілікті автобуспен баратын болсаңыздар, кәдімгідей автобус ғой енді, онда $8. Міне осындай маңызды ақпарат сіздерге. Бұйырса оны да тоже барып мен сіздерге көрсетемін. Барлығын сіздерге алдағы уақытта айтатын боламын. Келесі келген жеріміз бұл тәттілер магазины. Бұл жерде де енді ақша деп ойлаймын барлығы. Қазір көреміз. Тәттілердің саналары неше түрлі? 9, 11. Бұл жерде түсіруге болады екен 15, 9. Осы тәттілер дүкенінен соң даладағы бір алаңға келдік. Аты еркіндік алаңы. Аты айқалап тұрғанымен айналасының барлығы шөл дала. Біздер аман-есен турға барып келдік. Мен өзіме керекті автовокзал, сондай жерлерге барып, билеттер қанша тұратынын Каирға дейін сондайлардың барлығын қарап келдім. Жақсы болды. Балалар да шаршады. Бәрімізде кішкене шаршау болды, бірақ демалып алып, тамақ ішіп алып, кері қыдыруға кетіп бара жатырмыз. Біз дәл қазір балаларға арналған бір шара болайын деп жатыр. Соған бара жатырмыз. Балаларды аквапаркқа тастап, өзіміз теңізге кеттік. Теңіз бүкіл турдағы шаршағанымды басты ғой. Қазір бассейнге қарай бара жатырмын. Бүгінгі күн деген таңертеңнен бастап қатты белсенді болды да. Кешке Ерік Бажам екеуміз үлкен теннис ойнаймыз. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатырса, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Теңізден соң әдеттегідей кешкі асқа дейін бассейн. Tell me your name. Язып. Видео түсіруге көмектесіп жатыр. Судың астына батып, шығып, соның бәрі істегенге осы жігер маған көмектесіп жатыр да. Осылай полицияновтар айтып отырғанда қалай тіркелмейсің да? Кешкі астан соң үлкен тенниске келдік. Бажа екеумізден бөлек балалар да ойнап алды ғой. Обща қанша? Нешеге дейді негізі? 3-ке дейін бе? Папартем. 3-ке дейін бе ке? Күн тамам. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Біршама нәрсені көрсеттім деп ойлаймын. Алда бұдан да қызықты болатыны сөзсіз. Сондықтан каналға тіркеліңіздер және ұнаса лайктарыңызды басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.